Мынау Бірлік мал заводының сатып атқан қошқарлары 2019 жылғы күні бүгін 15 айға шығып жатыр ғой енді. 15 айға шығып жатыр. 3 линияның қошқарлары 59-39 линиясы мына қара қошқарлар. 59-39 нөмірлі қошқардан тараған. 28-40 бұры. 28-40. Мына ол дейді, мына қазір көрсетейін. Бұл жерде қызылдар ғой да. Мына 28-40 қошқардан тараған мынау қызыл свет қошқарлар. 80-35 мына бұры. 80-35 нөмірлі қошқардан тараған. Мына жерде қазір көрсетейін. Қоңыр қошқар. Міне қоңыр қошқар кетіп келеді. $80,000 сатып жатырмыз. Салмақтары дейтін қазірдің өзінде 65-тен жоғары. Енді 15 айлық қошқардың требования бойынша салмағы 50 болса 65 кг болу керек қой. Ал бұлар қазір 65 кг-нан жоғары. 18 айлығында мынау Елбай қойының требования бойынша 75 кг болу керек болса, қазір осының ішінде 80 кг үстінде, 85 кг үстінде де қошқарлар бар. Біздер жақында өлшедік. Ал өлшегенде 86 кг, 88 кг тартқан қошқарлар бар. Ал былайша айтқанда өзінің жас қойған неден талаптан жоғары. Енді биылғы жыл жерде шөп жоқ, бұны көріп тұрсыздар, қуаңшылық. Соның өзінде осындай салмақ жинап тұр. Осындай былайша айтқанда мал өсіп тұр.